Баршаңызға қайырлы күн, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздермен өте дәмді, сочный болып шығатын чебурекидің рецептімен бөліспекшімін. Достар, алдымен қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Тіркеліп болсаңыз, бірге бастайық. Қайнап тұрған ыстық суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Ұнымыздың ортасын ашып, ыстық суымызды құйып, қасықпен араластырып аламыз. Және оған сұйық майымызды құйып, жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. Осындай жұмсақ қамыр болуы қажет. Қолымызбен басып илеп, бетін жауып қоятын боламыз. Енді салмасына келетін болсақ, менде бұл жерде қарын, картоп және жуа салған болатынмын. Оның да барлық керекті мөлшерлерін жазып қоятын боламын. Дәмдеуіштерімізді қосып, тұз бұрышын қосып, араластырып алатын боламыз. Қарынның өзін салатын болсаңыздар, өте құп-құрғақ болып кетеді, шашыраңқы болып. Сондықтан бір келкі болу үшін жуаны молырақ қоссаңыздар, өте жақсы болады. 15 минут тұндырылғаннан кейін қамырымызды алып, видеода жақсы түсіндірілген, дәл сондай етіп бөліп алыңыздар бірнеше бөліктерге. Барлығы 1 грамда болса, өте әдемі бір келкі болып шығатын болады чебурекиларымыз. Мен көз мөлшерімен кескен болатынмын, ал сіздер весыйға салып өлшеп алсаңыздар да болады. Видеодағыдай шарик тәріздес етіп қолымызбен оны да тұндырып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Шариктеріміздің бір шетінен алып, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырына сұйық май қосылғандықтан қолымызға жабыспайды, ұнды қажет етпейді. Енді оның бір жақ шетіне салмамызды салып, чебурекиларымыздың формасын келтіретін боламыз. Айналасы ашылып кетпес үшін жақсылап қолымызбен басып, жауып шығатын боламыз. Және де шанышқының көмегімен видеодағыдай айналасын әдемілік үшін өткізіп шығыңыздар. Өте керемет әдемі болып, форма беріп тұратын болады чебурекиларымызға. Достар, сіздер де осы құраммен жасап көрген болсаңыздар, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Өте керемет болып шығады. Барлық чебурекиларымызға формасын келтіріп болдық. Енді алдын ала майымызды қыздырып қоятын боламыз. Содан соң саламыз. Майымыз қызбай қалса, чебурекилар майды өзіне сіңіріп алатын болады. Бір жақ беті пісіп қалды, енді оны екінші жағын айналдыра отырып, екінші жағында 1 минуттың шамасында пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің чебурекиларымыз дайын болды. Ыдысымыздың астына қағаз сүлгімізді салып,
чебурекеларымызды түсіріп алатын боламыз. Қытырлақ болып, өте әдемі болып пісіп шықты біздің чебурекеларымыз. Ас болсын баршаңызға. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Сау болыңыздар.